Сәлем достар, фотоны дәл осылай теп-тегін монтаждап алуға болады. Ол үшін галереядан қию керек фотомызды таңдап аламыз. Әдеттегідей Eraser программасына кіріп, мана таңдаған фотомызды галереядан жүктеп қиып аламыз. Қиып сақтап аламыз. Сол фото галереямызда бар ма екен тексеріп жүреміз. Бар. Енді ол фотоны Pixar программасында жасаймыз. Ол үшін астына қарай төмен түскенде түстер тұрады. Сол түстердің ішінен қызылды таңдаймыз. Бұл форманы өзгертуге болады. Бұнда көлденең қылып, немесе тігінен қылып өзгертіп алуға болады. Осылайша цветтерін келтіріп, өстіп өзгертіп аламыз. Готовын басамыз. Одан кейін стикерге кіріп, shadow деп жазамыз. Осылай жазсақ, біздерге әртүрлі осындай градиенттер шығып береді. Осының ішінен алтыншысын тұрған градиентті таңдаймыз да. Осылайша қоямыз. Сәл оң жаққа қарай ығыстырып қоямыз. Негізінде қиылмаған фотоны да қоюға болады. Pixar'да өзінде қиып алуға болады, бірақ енді бұл жерде платный ол. Сол себепті мен Eraserмен алдымен қиып алғанмын фотомды. Сондықтан қиылған фотоны қоямын. Қиылған фотомызды дәлдеп, әдемлеп қойып аламыз. Және эффекті бөліміне кіреміз де, арт дегенге кіріп, набросок 1 дегенді таңдаймыз. Және оның үстінен бір басқанда цветтер шығады. Ақ цветтің үстінен басып, қараны таңдаймыз. Сол кезде осылай шығады. Фотомыз осылай эффектіге шығады. Бұның артынан күн шығып тұрған сияқты шығу үшін стикери бөліміне тағы да барып, bleach деп жазамыз. Сол кезде осындай цветтер шығарып береді. Оны үстіп қойып аламыз. Бұл свет фотомыздың ар жағынан шығып тұрған сияқты болу үшін мына фотоның шет жағында кітап сияқты тұр. Соның біріншісін қолмен басып тұрып, екіншісіне жылжытамыз. Сол кезде осындай эффекті береді. Ең бастысы теп-тегін. Каналым өте пайдалы. Лайк басып, подписка жасап алыңыздар.